Қайырлы күн. Сіздермен Ой Қозға каналы және оның жүргізушісі Сағыныш Серікқызы. Бүгін біз неліктен жастардың шетелге кеткісі келетінін талдайтын боламыз. Ұлттық статистика бюросына сүйенетін болсақ, 2023 жылдың санағы бойынша шетелге шыққан азаматтардың 40% жастар, яғни 18 бен 34 жас аралығы. Қазіргі таңда жастар арасында елден кету мәселесі өте жиі қозғалуда. Бұл тренд пе, әлде маңызды мәселе ме? Қазіргі жастардың шетелге кетуінің ең басты себептері қандай? Ендеше оны қала тұрғындарынан сұрастырып көрейік. Жастардың шетелге кетуінің ең басты себебі не деп ойлайсыз? Енді жастардың қалай айтайын енді, жағдай болмаған екен кетіп жатқанда. Ақшаның тапшылығы. Конечно, енді сол ақшаның тапшылығы бәрі. Енді әркімге әрқалай ғой енді. Бұяқтан да жұмыс істесе табылады, енді олардың білімі жетіп тұрған екен, сол жаққа барып тірлік істегісі келеді ғой жастар. Деп ойлайсыз? Шетелге кеткісі келеді. Мен өзім негізі Турцияда тұрамын. Қазір демалысқа келгем. Таразға негізі өзім Турциядамын. Шетелге кеткісі келетін себебі қазір жастар екіге бөлінеді. Шетелге кетіп қалып қойып жатырғандары бар, қайтып келіп жатырғандары бар. Білім алу үшін, жұмыс жасау үшін. Мен өзім қазір сол Турциядамын. Ол жақта университет оқып жатыр. Енді өзімнің ойым, лично өзім оқу білімді алып, бұйырса Қазақстанға келіп, Қазақстанда елімізді, жерімізді дамытып, қазіргі жағдайымызды өсіріп, халықтың жақсы өмір сүруіне бір кішкентай болсын бір азаматтық борышымызды өтеп, сондай бір үлесімізді қоссақ деген ниетпен шетелде жүрген жайымыз бар. Басқа кісілерден енді білмеймін. Ақша табу қазір Тараз қаласында, тем более Тараз өзі әдемі қала болғанымен ақша жағынан халықты қысатын қала ғой. Сол себепті көбісі Кореяға, Англияға, мен өзімде таныстарым көп, Америкада жүрген. Барлығы сол бір бір қағаздың ізінен кетіп жатыр деп ойлаймын, өз ойым. Енді екіге бөлінеді, сол жаңа білім алу, ақша табу деген сияқты. Басты себебі қазір жастарда бізде айлық мәселесі төмендеу. Одан кейін жастарда жұмыс орны аз. Сол екі мәселе. Енді ата-аналары шығар, шетке жіберіп жатқан. Рұқсат бермей қойса мысалға бармайды ғой. Оқу болса бір жөн, басқаша білмеймін, түсіндіре алмаймын. Опростың нәтижесінде біз жастардың жалақысының аздығы, тұрақты жұмыс орындарының аздығы және даму мүмкіндігінің аздығын білдік. Ал енді басқа да себептерін қандай деп ойлайсыздар, жазып кетсеңіздер. Сіздермен болған мен Сағыныш Серікқызы, Ой Қозға каналы.